ойы мынандай критикалық ойға жететін сондай саналы, білімді, дұрыс азамат қалай қалыптасады деген кезде сол кітап арқылы қалыптасады ғой. Сол үшін ең жақсы кітаптарды біз сүзіп таңдаймыз. Мен Улан-Батыр қаласында тудым. 4 жасыма дейін сол жерде болдық. Менің әкем дипломат. Біз орысша оқыдық. Яғни мектепте біз орысша сөйлесеміз. Көшеге шығамыз, балалармен арабша сөйлесеміз. Қосымша үйірмелерге барамыз, ағылшынша үйрендік деген сияқты. Сөйтіп, балалық шағымыз сондай көп тіл, көп мәдениеттің ортасында өстік. Соның ішінде мен ойлағаным, ең маңыздысы не болды деген кезде, біз отбасымыздың ішінде үйімізге есігімізді ашып кіріп келген кезде бізде қазақ тәрбие болды, қазақ тілі болды. Содан кейін қазақ мәдениетіне, әдебиетіне болсын, қазақтарға деген мынандай көзқарасымыз ерекше мынандай жылы болды да. Өйткені басқа бір қазақ көріп қалсақ, әке-шешем бәрібір сүйреп алып келетін үйге. Танысып, жақындасып деген сияқты сондай қазақ дәстүрін, қазақ мәдениетін үнемі сағынып жүретінбіз. Бітті ғой, болды емес пе, шоколадқа кіре беріңіз. Сол өзіңізге ұнады ма осы кітап? Неге ойлайсыз, бестселлер бола ма? Рая өзі жалпы кітапты жақсы көретінді, кішкене бала кезінен. Біз вокзалда болса, аэропортта болса жүрсе, сразу неге кіріп кететін ғой, кітаптың дүкеніне. Аралап шыға, журнал бәрін алып, тез-тез оқиды. Сол арқылда біздің балалар да сол кітапты қатты жақсы көреді. Біз бұрын Германияда тұрғанда сол букмесе деген күзде болады. Недерге сондай кітаптың көрмесі. Онда не келетін Қазақстаннан недер баспа үйлер. Содардан біз шамамызбен кітап алып, Рая өзі ертіп барып балаларды соған. Сол қазақша тағы тілін білсін деп алып беріп оқытып сөйтіп жүреді. Кітап шығару ой маған 2016 жылы келді. Одан бұрын мен кітап саласына келемін, баспагер болам деген ой болмаған еш уақытта. Мен көп жылдар шетелде өмір сүрдім. Сосын Алматыға қыдырып келген кезде мен не іздедім? Балаларыма кітап іздедім әрине. Өйткені тіл мәселесі біз үшін өте маңызды. Аз ұлт болған кезде тіл сақтап қалу керек. Іздеген кезде кітап таппадым. Содан кейін таппағаннан кейін әрине түңілдім. Терең ойға баттым, адамдардан сұрадым, қайда кітаптар, неге жоқ деп. Содан кейін бәрі мынандай жауапкершілікті өзінен тыс көріп, яғни мемлекет істеуге тиісті ондайды, мүмкін министрлік, әкім басқа кім екен, өкіметтегі адамдар бәрі істеуге тиісті деп сондай жауап бергеннен кейін ойландым да, жарайды, енді бұлай отыра берсе ешкім істемейді екен, маған қатты ұнап тұр бұл идея, мен істей бастайын деп бастап кеттім. Кітап шығарады дегенде, қолдадым енді. Ойына келгеніңді істей бер дедік. Істеп көр, негіз жақсы болады. Оның ең негіз мағынасы болғанда, енді бизнес ретінде демес те, қоғамға тағы позитивне бір импакт, өзгеріс әкелу, келешекке деген, болашаққа деген бір тағы қоғамдық өзгеріс, өзінің үлесін қосу деген мағынада айтты да. Сондықтан қолдадық. Мен отбасымен көп жылдары Германияда өмір сүрдім. Жыл сайын ол жақта үлкен Франкфурттың кітап көрмесі өтеді халықаралық. Соған бардым. Күзде барып, мен осылай кітап шығарғым келеді деп, сол жақтағы индустрияның адамдарымен әңгімелесіп, алғашқы кітабымыздың рұқсатын алып, Ақын қоян деген кітап, Джулия Доллинсонның. Соны текстін аударған Ғалым Боқашағай, текст дайын болатын ол кезде. Содан кейін тәуекел етіп, сол кітаптың алғашқы рұқсатын алып, осындай кітап шығара бастағанбыз. Она старается создать такую атмосферу, чтобы все чувствовали себя здесь как дома. Ол барлығы өзін үйдегідей сезіну үшін жағдай жасайды. Мұны ол бизнестің жауапкершілігі деп санайды. Таңертең келіп, кешке кетіп жалақысын алса болды деп емес. Өзімен бірге жұмыс істеп жүргендер өзінің құндылықтарын, мейірімділік, білім, әлемді тану секілді құндылықтарымен бөлісетін орта жасайды.
ценность познания мира. Бірінші қайда бардым деген кезде шетелдің заманауи әдебиет қай жақта ең әдемі әдебиет деген кезде балаларымның сөресіне бардым. Сол жақтан балаларымның сүйіп оқитын шетелдік авторлар бар. Олар көбінде ағылшын тілінде оқығандықтан ең жақсы қайсы маған ұнайтын, балама ұнайтын қай кітап бар, соны басадық. Жаңағы бізде Анна Франктың күнделігі бар, Груфала деген кітап бар. Кейін әрине әр баланың, тек қана менің балам емес, барлық әлемдегі балалардың сүйіп оқитын Харри Поттердің сериясы бар дегендей. Не очень громко это зашли на рынок, когда Харри Поттер... Олар Харри Поттерді шығарғанда нарыққа үлкен жаңалға келді. Орыс тіліндегі Гарри емес, Харри Поттер деп және тағы да Роллинг деп соңында NG емес, қазақтың ң дыбысын қосты. Бұл үлкен бір хайп пен хейтті тудырды. Волна огромная, мы привыкли Біз орысша нұсқаға және орысша аудармаға сүйеніп үйреніп қалғанбыз. Ал түп нұсқадан аударғанда әдемі аударады. Қазақ дыбыстарын пайдаланып, ағылшын атауларының дыбысталуын дәл беруге тырысады. Бірақ адамдар бұған жатырқай қарайды. То у людей это вызывало отторжение. Для нас это было неприемлемо писать Гарри. Гарри деп жазу біз үшін қисынсыз еді. Яғни қазақ тілінде х, ә деген дыбыстар бар. Демек, оны фонетикалық және орфографиялық дәл солай нақты бере аламыз. Дау болатынын сездік, бірақ біз оны болдырмауға әрекеттенбедік. Және қалай ойға алдық, солай жасадық. Хотели его предотвращать и сделали так, как сделали. Это наше видение. Біз солай елестеттік, яғни аударма мәтінін жасайтын аудармашы мен редакция тобы оларда өз дүниетанымына, кәсіби біліктілігіне, әдеби біліміне, жұмыс тәжірибесіне сүйенеді. Сондықтан сондай бір дүние жарыққа келді. Опыт работы, и получилось то, что получилось. С таким редактором, конечно, они что-то такое всегда делают. Например, Орден Феникса, Мұндай редактормен олар әлбетте ерекше дүние жасайды. Мысалы, Гарри Поттер және Феникстің орденіндегі орден сөзін олар әлгі орденде емес, орта ғасырлық ұйым, сондай ұғымды алды. Назгүлдің айтуынша, мен оны алқа деп аударамын деп шештім. Алқаны қазір қазақтар әйелдердің мойынға тағатын әшекейі деп қабылдайды. Шынымен де алқа, ол сондай адамдардың ортасы, шоғыры. Алқа — это еще и круг, в том числе круг людей, организации людей. Перевод — это сам по себе, это такая тонкая вещь. Аударма дегеніміз кез келген бір тілден екінші тілге түрлі мәтіндер. Мейлі ол көркем әдеби мәтін, фильмдердің, спектакльдердің, пьесаныкі болсын, берілуі тиіс нәзік нәрсе. Бұл нәзік зат. Аударма теориясында нұсқалар көп және 100% дәлме-дәл нақты аударма деген болмайды деген пікір бар. Бірақ біз тырысып, 100%-дің тым болмаса 97-98%-ын береміз. 100%, но мы даем 97-98%. Қазір Грузия сияқты елге барсаңыздар, о жақта бәрі грузин тілінде. Өзіміздің жаңағы көршілес Монғолияға барсаңыз, барлық кітаптар моңғол тілінде тұр әлемнің. Түркияға барсаңыз, жаңағы түрік тілінде оқисыз, неміс, Германия барсаңыз, немісше оқисыз, Қытайға барсаңыз, қытай тілінде оқисыз. С ее знаниями, с ее опытом она могла бы работать. Осыншалық білім, тәжірибемен ол Еуропада, Америкада кез келген елде жұмыс істеп, сол жақта өмір сүре алатын еді. Яғни оған әлемнің кез келген есігі ашық, әрі ешқандай кедергі де болмас еді. Бірақ ол соның бәрін тастап, тарихи отанына, Қазақстанға қоныс аударды. Келген соң Қазақстанда барлық бала не жақсының бәрін өзіне алу үшін жұмыс істеуім керек деп шешті. Получали все лучшее, что есть. Мне что важно в Раисе, это, во-первых, она смотрит, она вот издательское дело. Раисаның өзгеден ерекшелігі, біріншіден ол баспасын жүргізгенде батыста қалыптасқандағыдай авторға құрметпен қарайды. Өйткені кеңес уақытында біздің авторларда кім кітабын шығара алса, сол ғана жақсы ақша ала алатын.
винтиком идеологической Бірақ мәселе машины, сол, например. ол автор Роман идеологиясының там құралына не айналатын. влезает, в какое-то Мысалы, количество роман баспа печатных табақтың листов, көлеміне автор сыймайтын болса, могли спокойно авторға сказать, шығарманың 20%-ын 20% қысқарт деп айтатын. урежь Ал свое авторға произведение, құрмет бар когда ты жерде видишь тіпті вот это вот автордың алдында уважение к құрақ автору, ұшып тұруы жаныңды даже жылытады. я бы сказала, трепетное Раисамен отношение жұмыс к істеудің автору, өзі бір ләззат сыйлайды. то это просто греет душу, честно говоря. Просто приятно иметь дело с Раисой. Ең жақсы кітаптарды біз сүзіп таңдаймыз. Ол мүмкін мәселен Ұлыбританияның жақсы жазушыларының әңгімелері болуға болады. Неміс жазушыларының әдебиеті бар, американдықтар бар, француздар бар. Басқа мүмкін Қытай, Жапон деген жазушылар бар деген сияқты. Әлемде не жақсы, соның бәрін алып келеміз. Яғни біздің қазақ оқырман жастар оқуға тиісті деп мен ойлайтын кітаптар, одан кейін оқуға лайықты деп. Неге біз ана тілімізде бұл кітаптарды оқи алмаймыз? Оқуға тиістіміз ғой. Мне миссия именно дать казахскому читателю мировые бестселлеры. Оның миссиясы қазақ оқырманына әлемдік бестселлерді ұсыну. Бестселлерлер көбіне орыс тілінде шығады. Ал Ресей ол ұшан теңіз нарық. Мәселен, қазір сиқырнама иллюстрациялық Поттерияна энциклопедиясы осы кітаптың Лондонда, Нью-Йоркте өткен таныстырылымымен бір күнде жарыққа шықты. Яғни оған Харри Поттерге құқық иеленуші баспа сенеді деген сөз. Оған аударма жасауға, кітапты редакторлап, тиражын басып шығаруға дайындау үшін мәтінді алдын ала беріп қойған. Бұл әлемдік деңгейде құрмет көрсету және сенім білдіргендік. Это вот уважение и доверие на мировом уровне. Ең ана Наскапайның несінің бәрін ескеріп отырып жасайсың. Литература казахская, она как-то вот вспорхнула, да, встрепенулась и продолжает выдавать очень шикарные произведения. Қазақ әдебиеті бүгінде жанданып, қанатын кеңге жайып, керемет туындыларды өмірге әкеліп жатыр. Я не знаю, с чем это связано, но вот наше поколение... Халық кітап оқиды, әрі көп оқитын болды. Даже 25 плюс могу сказать, да, и дальше... Себебі неде екенін білмеймін. Бірақ 25-тен асқан, 30-дан асқан балалы шағалы болған біздің буын осыған кітап оқудың пайдасы мол екенін біледі. Привитию чтения, любви к книгам уже с такого раннего возраста. Бізде кітапқа деген құмарлық бала кезден қалыптасқан. Осыған қатысты адамдардың түсінігі жақсы жаққа өзгерген. Яғни бала кітап оқыса, ол әрі қарай көп оқып білетін болады. Человек, читающий ребенок, он потом будет хорошо, больше и лучше получать знания. На мой взгляд, именно особенность нашей традиционной культуры была в том, что Меніңше біздің салт дәстүріміз бен мәдениетіміздің бір ерекшелігі жалпы деңгейі жоғары болды. Мысалы, танымал пианист немесе опера әншісі графтың қамалына келіп өнер көрсететін болса, оны оның айналасындағылар мен қонақтар ғана тыңдайды. Ал қазақтарда, егер киіз үйде әнші ән салса, оған төңіректегілердің барлығы жиналатын. Тіпті киіз үйге сыймағандар сыртында отырып тыңдады. Тіпті киіз үйді тік көтеріп, басқа орынға апарып қойған жәйттер де болған. Осылайша ашық аспан астындағы әншіні әуелінде 10 адам тыңдаса, 1 сағаттан соң 1000 адам тыңдап отырған. Адамдардың жалпы интеллектуалдық деңгейі жоғары болған. Білімге ашық болу, білімнің артынан жүру, іздену деген сияқты ол өте маңызды. Сондықтан балаларыма айтатыным, ізденіңдер деймін. Қандай бір информация керек болса, бірдеме саған қызық болып тұрса, соны іздеп біліп ал. Ары қарай қазып отырып, ол өте маңызды. Екіншіде, әрине, ол еңбекқорлық. Еңбекке жақын болу керек. Үшіншіде, адам болу. Яғни мейірімділік, ол өте маңызды. Мейірімді болу, кішіпейіл болу деген сияқты. Одан кейін өз ортаңа, жаңағы адамдарға, жақындарыңа болсын,
табиғатқа болсын, осындай мейірімді, жақсы қатынас. Как-то раз была у них в гостях, и это у них за семейным столом. Мен бірде олардың үйінде қонақта болдым. Олар дастархан басында 5-6 тілде қатар әңгімелесіп отырады. Өйткені әр елде тұратын туыстары келеді. Раисаның өзі бірнеше тілді біледі. Ерте жастан әртүрлі елдерде оқып, сол жақтарда тұрып жұмыс істеді. Бойында отансүйгіштік пен мақсатшылдық, отанға қызмет ету сезімдері ғажап үндескен. Ал екінші жағынан оның ішкі жан еркіндігі, әлемді сүйгіштік қасиеті маған кереметтей ұнайды. Вот это меня восхищает. Для меня Раиса это не просто начальник, не просто соратник, она мой очень большой друг. Мен үшін Раиса тек жұмыстағы бастығым ғана емес, пікірлесім, ол менің мықты досым, өте мейірімді адам. Ол ана, жар, адал перзент, ата енесімен бір шаңырақ астында тұрып жатқан сыйлы келін. Ол тіпті түскі үзілісте үйіне ата мен апаға шай беруге кетіп қалады. Ол бизнесті, отбасын, балаларын, ұжымының жағдайын қоса қабат ойлап жүреді. Бізге жұмысқа келген жастардың барлығы оған туған бауырдай, тіпті туған ұл қызындай болып кетеді. Братишки, какие-то сестренки, чуть ли не дочь, сын. Жақсы ана, жақсы әйел, өзінің бала жағасына, отбасына деген қамқоршы, өзінің қоғамын, тілін, қазақ елін сүйетін мықты көшбасшы деп ойлаймын өзім. Қандай бір кезде болсын балалармен бірге сапалы уақыт өткізу, ол өте маңызды. Өз-өзіңе бір сапалы уақыт беру тағы маңызды екен. Сәл болсын басқалардан тыныш кетіп, бір сағат болсын, 2 сағат болсын тынығып алу да, жалғыз өзің болу да өте маңызды екен. Күйеуіңмен бірге ешкім жоқ, сыртқа шығып тамақтанып келу, әңгімелесіп отырда, ол да бір бақыт екен деп ойлаймын. Соның бәрі балансқа келтіреді. С одной стороны, она вот так вот старается казахскую аудиторию. Ол бір жағынан қазақ аудиториясын көтеруге тырысады. Барша ілгерлі адамзатпен бірге жаңа бестселлерді оқуға мүмкіндік беруге тырысып жатыр. Екінші жағынан ол біздегі баспа бизнесінде авторларға деген көзқарасты өзгертуде. Әрине, оның адами тұлғасын атап өту керек. Мен үшін Раиса ғажап адам. Потому что для меня Раиса удивительный человек. Она не родилась здесь, она не была гражданкой. Ол осы жерде туған жоқ, Қазақстан азаматы болмаған. Оның Қазақстанның азаматы болғанына 1 жылдай ғана болған. Ол мұнда 5 жыл бұрын көшіп келді. Адамның бір іс-әрекетінен оның қандай адам екенін бағалауға болады. Олар өсіп келе жатқан балаларым Қазақстанда өсуі тиіс деп шешкен. Ол өзі қайда өссе де, қай жерде оқыса да, бірақ балалары Қазақстанда өсуі тиіс деп шешкен. Но ее дети должны вырасти в Казахстане. Менің деген қоғамға деген осындай көзқарасым, бір жақсы іс істеу деген көзқарас, бұл менің отбасымнан қалыптасқан. Менің әкем сол 90 жылдардан бастап өзгеріс келген кезде көбінде шетелге студенттерді оқытуға көмектесті. Сосын кейін қаншама өзінің білімін, мүмкіндіктерін пайдаланып, өзінің маңайындағы адамдарына көп көмектесті. Соны біз көріп өстік. Күнделікті біздің өмірімізде не болды? Анаған көмектесу, ана басқа біреуге көмектесу деген сияқты, қалай жақсылық жасаймын, қалай не істеймін, қоғамға қандай пайда етемін деген сондай әңгімелерді естіп өскеннен кейін, сол түп санада қалып қалған сияқты негізі. Қазақ әйелдерінің шетелдіктер не деп айтады деген, ол батыр деп айтады.
Өйткені сөзінен тайынбайды, өзінің ойлаған ісіне, мақсатына жете алады деген еркіндікке ұмтылған қазақ әйелі. Балаларын да сөйтіп қалыптастырып келген. Одан кейін әйеліне кішіпейілік, құрмет деген сияқты біздің қазақ әйелдеріне тән.